Сәлем Стамбулдан. Бүгін салмақ тастау видео күнделігінің 71-ші күні. Бүгінгі салмақ 104-7. Бұның себебін мен білемін, өйткені кеше тойда гарнирға күріш жедім мен. Ничего страшного, арағаты жалғастырамыз. Бүгін таңертең тұрдым, жаттығу планка вакуум жасамадым. Өйткені кеш тұрдым, ештеңе желание болған жоқ. Осын отбасымызбен жақсылап тұрып, таң асымызды іштік. Қарап кетіңіздер. Қайырлы таң қыздар, мына біздің таңғы ас. Мен қазір мына жұмыртқадан жеймін, оуыштан жеймін. Сосын кеде мына зейтін, сосын сырдан жеймін. Мына жерде фрукт бар, ғана фрукттан жеймін. Бізге ас болсын, күндеріңіз жақсы өтсін. Осындай таң ас іштім. Таңертең бірақ өзімнің 2 стакан суымды, біреуінің ішінде 1 столовая ложка уксус бар. Соның тамамын жеп отырып, таңғы асына ойладым. Бүгін кешке мен суши жесем қалай болады екен деп, көптен бері жеген жоқпын ғой деп. Сол 3 ай бұрын ба, 4 ай бұрын ба жедім сушиді соңғы кез. Сонда бүгін жақсылап тұрып жейін деп отырмын, Алла қаласа. Бірақ сушиді сіздерге көрсетпеймін, ол дұрыс тамақтану болып есептелмейді. Мына влогтың атауына сәйкес келмейді деп ойлаймын. Сол мен бірге арықтаңыздар, комментарий тастаңыздар, каналға тіркеліңіздер. Каналымды қолдап кетіңіздер. Егер де қиын болмаса, сіздерге өтініш, басынан бастап мүмкін каналымда барлық видеоны қарап шықсаңыздар, шортс емес, ана кәдімгі толық видео бар ғой, соның бәрін қарап шықсаңыздар жақсы болар еді. Маған тезірек монетизацияны қосуға көмек көрсетер едіңіздер. Рахмет, күндеріңіз жақсы өтсін. Пока.